Ұштанған, құрғақ және сынғыш шаш қыздардың көпшілігіне таныс және кең тараған мәселелердің бірі. Әрине, ай сайын бір рет шаштың ұштарын қидыртып тұрған жөн, бірақ бұл мәселені қайшы да шеше алмайтын сәттер болады. Барлықтарыңызға сәлем. Видеода шаштың ұштануын емдейтін маска жайлы және де уыстап түсетін шашты қалыңдатуға арналған әдіс-тәсілдер туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын қазақша контентті қолдап кетіңіз. Каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Шашыңыздың ұштанып жүрмегенін анықтау үшін ұштарына назар аударыңыз. Егер кейбір қылшықтардың жалбыр-жұлбыры шығып, ұшы екі немесе одан да көп бөлікке бөлініп тұрса, онда сізде бұл мәселе бар деген сөз. Сонымен қатар, шаштың сынғыштығы мен ұштануы ағзаға су, дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігінен болуы мүмкін. Күйзеліс пен ұйқысыздық, мұның бәрі шаш саулығына кері әсер етеді. Егер шаш ұштанып сынғыш болса, оған ылғалдану жетіспейді. Шашқа күтімді бастамас бұрын оны аздап қидыртыңыз. Себебі өлген шашқа күтім жасаудың ешбір маңызы болмайды. Ал шашты емдеу және қалыңдату үшін пайдалы маскалар жасаңыз. Алдымен ашытқы маскасын ұсынамын. Өйткені ашытқыны кез келген азық-түлік дүкенінен таба аласыз және бағасы да арзан. Оның үстіне оның әсері де жылдам орын алады. Қоректендіретін және ылғалдандыратын маска жасау үшін 2 шай қасық құрғақ ашытқыны 50 мл айранмен араластырып, шаштың ұшынан бастап ортасына дейін жағыңыз. Яғни шаш түбіне жақпасаңыз да болады. Пакетпен орап 30 минутқа қалдырыңыз. Содан соң жуып тастаңыз. Бұл масканы аптасына 1 рет жасап тұру керек. Келесі ұсынатын маска кокос немесе бадам майынан дайындалады. Бұл майларды дүкендегі косметикалық заттар қатарынан немесе дәріханалардан іздеңіз. Табиғи майлар ұштанған шашқа көмектесетін тиімді құралдар. Кокос және бадам майлары оңай жуылады, шашқа ауыртпалық тудырмайды және қорғаушы қабат түзеді. Сонымен қатар бұл майлар шашты жұмсартады. Майлы масканы демалыс күндері жасаған дұрыс. Тарақ тістеріне дәкені орап, кокос немесе бадам майын дәкеге сіңіріңіз. Осы тарақпен құрғақ шашты тараңыз. 40 минуттан соң сусабынның көмегімен жуу қажет. Майлы масканы 2 аптада 1 рет жасаған жөн. Бал мен зәйтүн майы маскасы да шашты қалпына келтіреді. Әсіресе құрғақ шашқа жасаса қоректендіріп емдейді. 1 шай қасық балды 1 шай қасық зәйтүн майымен араластырып, шаш ұштарына жағып 1 сағатқа қалдырыңыз. Бал жылдам еру үшін оны жылы сумен жуыңыз. Шашты емдеумен бірге оны қалыңдататын рецепт бар. Ол үшін 3 ас қасық түймедақ гүлі, 3 ас қасық ұнтақталған лавр жапырағын және 100 мл қайнаған суға салыңыз. 3 сағат тұндырып қойыңыз. Сүзіп алғаннан кейін тұнбаға мақтаны салып, құрғақ шаштың түптеріне сіңіріп ысқылаңыз. Жуудың қажеті жоқ. Сонымен қатар дәріханаларда сатылатын шөптерді, жалбыз, түймедақ, қалақай жапырағын қайнатып дайындап қойыңыз. Әр шаш жуған кезде шөптер тұнбасымен шаюды әдетке айналдырыңыз. Бұл емдік рецепті шаш үшін аптасына 2 рет қолдансаңыз, уыстап түсуі тоқтайды. Сау табиғи қалпына келіп қалыңдайды. Таптырмас әдістерді жоғалтып алмас үшін лайк басып, бұл видеоны сақтап алыңыз.